мысалы мына кассаны мен түсіргім келеді. Касса. Ағылшынша кейс дейді екен, былай жазылады екен. Түріктер осылай жазады екен, Азербайжандар осылай жазады екен, Беларустар осылай жазады екен, Украиндар осылай жазады екен. Орыстар ғана ана екісінің бұл касса деген испан тілінен енген сөз екен. Испан тілінде екісімен жазылады екен, бірақ испандар өздері ешқашан касса деген екен, касса бірісімен айтады. Жалпы естеріңізде болсын. Барлығы екі дауыссыздың әрпімен таңбаланған сөздер барлығы мен тексердім. Бірақ дыбыспен айтылады. Мысалы, доллар деп жазады, ағылшында дола дейді. Түріктерде дола деп жазады. Түріктер мысалы деп жазады. Бір ұлысыз жазады. Сондықтан бізде осылай жазамыз. Бізде ме? Иә, бізде осылай жазамыз.